Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дайындайтын тағамымыз бауырдан котлет жасау. Бізге қажетті өнімдер бауыр және де бізге көкөністерден пияз, картоп, сәбіз, болгар бұрышы, помидор, чеснок керек. Және 2 жұмыртқа, тұз, паприка. Мұнда бізде ұн бар және котлетке қосымша гарнир ретінде қазір күріштен кукурузды қосып дайындаймын. Мұнда біз мясорубкаға барлығын тартып алатын боламыз. Пияз және картоп майдалап ұсақтап турап аламыз. Мясорубкадан өткен барлығын араластырамыз. Сәбіз майдалап осылай өтетін болады. болгар бұрышы немесе жақсылап барлығын араластырамыз. Қызанақты өткізіп жатырмын. Содан кейін бауырды ұсақтап турап мясорубкаға айналдырамыз. Және осы бауырды өткізіп жатқанда чеснокты қосып жіберсек, дәмі жақсы сіңетін болады. Енді барлығын араластырып, 2 жұмыртқамызды саламыз. Тұз бұрышымызды қосамыз. Дәмін татымына қарай қоса бересіздер. Содан кейін барлығын жақсылап араластырып, ингредиентімізге ұнды қосамыз. Оны да өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен қосасыздар. Қатты сұйық болып кетпеу керек. Мінекей қызып тұрған майға қуырасыздар. Вуаля, дайын ас болсын.